Ой, Белла! Дым ренжімеңдерші бар ғой бә. Ауру дейін десем, сау адамның тамағын жеп жүрсіңдер. Өткен жолы біреулердің айтуы бойынша менің бір нағашым президенттің оң қолма, сол қолма бір нәрсесі еді. Енді менің ағам министр болып кетті, ойпырмай. Ей, көкелер, менің ағам министр болып, нағашым жаңағындай билікте отыратын болса, мен бетіме ешқайсың демаламай қалатын еңдер ғой. Жалғанды жалпағынан басып жүретін ем ғой. Мен Қазақстаннан емес, бүкіл Қазақстан менен көшіп кететін еңдер ғой. Қуасыңдар, аурулар, ауру болсаңдар, ауру екендеріңді мойындап, мынау көктемде күзде ішетін дәрілеріңді ішіп жүрсеңдер, қозып атсыңдар барлықтарың. Ойпырмай, бірге билеп кетсем бекен жай тұрмай. Қар жаудырып қыс қылған, жұмыртқаны құс қылған, шеберді шебер дегенше Алланы шебер десеңші. Ой Алла, айыр құлаш тіліміз болса да, Алланың шеберлігін дәріптеуге жетпейді ғой шіркін-ай. Әй, өткенде ана көлік, сізге көлік бұйырды, қай жақтансыз дегенде, Ақтөбеден деген кезде, түріңді жинап ағасың ғой. Мен айтам да, Алланың жағып берген отын ақымақ үрлеп өшір алмайды деген тағы да шын екен ғой, тағы да бір рет көзім жетті. Ой Алла, мың тәубе шүкір деймін да. Ақтығымды солай әншейінде таспаханың тасы бұйырмайтын ақтөбелік жанашырма көлікті бұйыртып қойғаныңа. Ой Алла, шүкір. Мынау өшіретінде халық дейді ғой, айналайын халқым. Рахмет. Мен нағаш жағым президент аппаратында екен, мен аға министр екен, соны лайық көргендеріңе рахмет айналайынды. Министрдің қарындасы дегенге лайық көргендеріңе рахмет айналайындар. Андай кеше бір Құлгедейдің қызы деп атырыңдер, ондай емес пе екен? Қателеспісіңдер ма? Мен жамандайтын ағай-сығайлар бәрін бір жерге жиналып, ақылдаспаңдаршы, әйтпесем сөздерің бір жерден шықпай жатыршы. Біреуіңшілік крутой қыз жіберіп атсыңдар да, біреуіңшілік сүмелек қып жіберіп атсыңдар ғой айналайындар ау. Сосын ана қарғақшылар, қарғыс гүлдер қаттырақ қарғайсыңдар ма? Чота қарғыстарың маған өтіп жатқан жоқ та, керісінше зубный пастам қатты өтіп кетіп жатыр ғой. Ай, пендеміз ғой, Жоқтан бар жасаған жақсы көреміз, тыныш өмір жақпайды, шықлаған жақсы көреміз. Қазақта халық айтса қалып айтпайды дейді ғой. Сол халық жындының сандыраға келеді дейді. Аумин. Ырыс баланың крышасы кім деп, менің крышам өтті жоғарыда. Барлығымызға ортақ жалғыз ғана төреші. Қорғаушым да, крышам да. Ал қолдаушым қарапайым халық. Керек жерінде сөзімен сабап алатын, керек жерінде арқамнан қағып алғысын білдіріп, керек жерінде демеп отырған. Көп түкірсе көл болады деп, көлдей көңілімен, қазақтың даласындай кең пейілімен, әппақ батасымен өсіріп отырған халық. Мен не үшін сонша жыртылып күліп отырмын? Себебі мен ағаларымның бірі ауылда қауын қарбыз егіп, енді бірі жол азабы, көр азабы деп, дальнобойщик болып, КамАЗ айдап жүргендерін білем да. Содан кейін мен күліп жатырмын да. Нағашыларымның да жайы өзіме мәлім. Қарапайым сол ауылда, Шардарада жан бағып жүрген жандар. Соған мен күлгім кеп жатыр да.